Баршаңызға сәлем. Бүгін өте дәмді, қамыры жұп-жұмсақ болып шығатын пицца дайындаймыз. Осы рецепт бойынша дайындауға кеңес беремін. Ең алдымен ыдысымызға жылы суды, оған 2 шай қасық ашытқымызды, тұзымызды және ас қасықпен қантымызды саламыз. Араластырып шамалы қойып қоямыз. Одан кейін үстінен сұйық майды және ұнымызды салып, қолмен жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін бетін жауып жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Көтерілгеннен кейін алып қамырымызды екіге бөлеміз, қолымызды майлап аламыз, сонда қолға жабыспайды. Және пергаментный бумаганың үстіне осылай қолмен жая отырып жайып шығамыз. Енді осының үстінен ас қасықпен бір ас қасық майонез, бір ас қасық кетчуп қосып, екеуін жақсылап бетіне араластыра отырып жағамыз. Салмасына енді әркімнің өз еркінде, менде бетінде сыр, колбаса және помидор қойып шықтым. Осы рецепт бойынша 2 пицца шығады. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Начинкасын осылай салып шыққаннан кейін 180 градуста қызып тұрған пеште қызарып піскенше пісіріп аламыз. Міне біздің пиццамыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.